ата-аналар, құрметті түлектер, біз бүгін Алматы мемлекеттік сервис және технологиялар колледжіне сіздерді осы Инстаграм парақшасына шақырып отырмыз. Мен осы колледждің директоры Жанязова Жарқын Лепесовна. Сіздерге қазір ең алғашқы сұрақ, қазіргі уақытта қабылдау комиссиясы бойынша көп ата-аналардан сұрақтар туындап жатыр. Сондықтан ең алдымен осы қабылдау комиссиясы туралы бастасам осы баяндамамызды. Біздер биыл Алматы мемлекеттік сервис және технологиялар колледжі 5 мамандық бойынша мамандарды дайындайды. Бірінші, шаштараз өнері және сәндік косметика, тігін өндіріс және киімді үлгілеу мамандығы бойынша, туризм, қонақ үй шаруашылығы, есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету. Осы 5 мамандық бойынша қабылдаймыз. Яғни биыл қай мамандықтан қай тілде қабылдайтынын тоқтап өтсем. Орта буын мамандарына шаштараз өнері бойынша 9 сыныптан кейін 25 бала қазақ тілінде, 25 бала орыс тілінде қабылдаймыз. Туризм мамандығы бойынша орта буынға қазақ тілінде 9-дан кейін 25 балаға қабылдаймыз. Қонақ үй бизнесіне 25 бала қабылдаймыз, орыс тілінде 9-дан кейін. Тігін өндіріс және киімді үлгілеу мамандығы бойынша 2 квалификация, біреуі 9-дан кейін модельер конструктор 25 бала қазақ тілінде, және техник-технолог 11-ден кейін, 11 класстан кейін 25 бала қабылдаймыз. Сонымен бірге есептеу бағдарламасы бойынша орыс тілінде 25 бала, қазақ тілінде 25 баланы 9-шы сыныптан кейін қабылдаймыз. Сонымен бірге еңбек бағдарламасы бойынша жұмысшы мамандарына шаштараз өнері мамандығы бойынша 25 бала, қазақ тілінде, тігін өндірісі мамандығы бойынша 25 бала 9-шы сыныптан кейін қабылдаймыз. Және осы 2 мамандық бойынша 13-12 адам, барлығы 25 адам құлағы нашар еститін балаларды қабылдаймыз. Бар қабылдайтын мемлекеттік тапсырысқа қабылдайтын балалардың саны 275. Биыл қандай өзгешіліктер болып жатыр? Соған тоқталып өтірсем, алдыменен қабылдау бойынша қазір мен орысша айтып өтейін. Вы прекрасно знаете, что наш колледж готовит по 5 специальностям. Это у нас парикмахерское искусство и декоративная косметика, туризм, гостиничный бизнес, швейное производство и моделирование одежды и программное обеспечение. В этом году наш колледж по государственному госзаказу принимает 275 человек. Из них на парикмахерское искусство специальность на базе 9 класса на казахском языке принимаем 25 человек, на русском языке 25 человек. По специальности туризм обучение только на казахском языке 25 человек после 9 класса. Гостиничный бизнес после 9 класса на русском принимаем 25 человек. Швейное производство и моделирование одежды, квалификация модельер-конструктор на базе 9 класса 25 человек. Квалификация, это же специальности, но квалификация техник-технолог на базе 11 класса принимаем 25 человек. Последняя 5-я специальность у нас программное обеспечение, значит квалификация разработчик программного обеспечения. Принимаем 50 человек, 25 на казахском, 25 на русском, на базе 9 класса. Также принимаем по 2 специальностям. У нас это парикмахерское искусство и декоративная косметика, швейное производство и моделирование одежды. Принимаем после 9 класса с казахским языком обучение 25 человек. И на швейное производство моделирование одежды 25 человек с казахским языком обучения. Также, вот как я уже говорила, 13 человек по парикмахерскому искусству, 12 человек по швейному производству. Это слабослышащие дети, поднимаем 25 человек. Итого у нас получается 275 человек. Сейчас я вам скажу алгоритм приема, процесса приема в нашу организацию, в колледж на русском и на казахском языке. Что мы делаем? Мы уже создали, наш колледж создал уже приемную комиссию до 10 июня.
Мы принимаем прием заявлений на подготовку квалифицированных рабочих кадров с 25 июня по 25 августа. В колледж. Вы приходите в колледж на рабочую квалификацию. Мы путем собеседования мы вас принимаем. Так, а на прием специалистов среднего звена с 25 июня по 18 августа по госзаказу принимаем, подают заявление сначала в информационную систему управления образования. Предварительно там нужно пройти профессиональную диагностику. Конечно, эта профессиональная диагностика носит рекомендательный характер. Также на специалистов среднего звена на платной основе абитуриенты подают заявление непосредственно в колледж. Не информационную систему, а в колледж. Ну и зачисляется согласно, конечно, 578 приказу. После 9 класса, на базе 9 класса, после принятия заявления по 18 августа, уже с 19 августа по 22 августа будет у нас конкурс. А на базе 9 класса конкурс будет с 22 августа по 25 августа. Потом Управление образования публикует итоги конкурса среди лиц, поступающих на базе 9 класса 23 августа. А на базе 11 и на базе среднего технического и профессионального образования 25 августа публикуют итоги конкурса. На официальных интернет-ресурсах также информируют абитуриентов об итогах конкурса через информационную систему. Зачисление в колледж, в состав обучающихся колледжа на подготовку, как первый раз я говорила, на рабочую квалификацию по 31 августа по итогам собеседования. Также на подготовку специалистов среднего звена зачисление в состав обучающихся колледжа будет проводиться по 31 августа этого же на основании конкурса. Этого же года на основании конкурса. Информация о результатах зачисления доводится до сведения поступающих и размещается на информационных досках и интернет-ресурсах колледжа не позднее 31 августа этого года. Теперь, я не знаю, видно или не видно, на нашем сайте на русском, на казахском языке полностью есть, как можно поступить. Значит, я сейчас скажу. Қазақша айтайық, бірінші, өтінімді кім бере алады деген сұрақ. Колледжге ақысыз негізде оқуға түскісі келетін 9-шы сыныптан кейін 11-ші сыныптардың түлектері тапсыра алады. Өтінімді бере алады. Мемлекеттік тапсырысқа білім туралы аттестаттың бағалары негізінде және бейіндік пәндер бойынша ең жоғары оқу өту балын жинаған талапкерлер. Біздің мамандықтарда бейіндік пәндер жоқ. Бейіндік пәндер болғанда творчестволық емтихан болмағандықтан біздер аттестаттың бағаларымен қабылдап аламыз. Бірақ, жаңағы айттым ғой, рекомендательный характер деп, яғни ескертпе ретінде бізге айтып өтетін болсақ, өтініш берген кезде талапкерлер кәсіби диагностикадан өту керек. Ал енді өтінімді қалай бересіздер? gz.bilim-almaty.kz порталына арқылы беріледі. Онда сіз барлық қаланың, осы Алматы қаласының колледждері мен мамандықтары туралы ақпаратты таба аласыз. Содан кейін өзіңіз таңдап болғаннан кейін ары қарай өтінімді жасайсыз. Өтінім беру үшін ең алдымен жеке сәйкестірілген нөмірі, яғни иындарыңыз болу керек, ұялы телефоныңыз, e-mail почтаңыз болу керек, аты жөніңізді толық жазасыз, жеке куәлігіңіз бойынша. Сосын 4 колледжге дейін және 4 мамандықты таңдауға құқықтарыңыз бар. Білім туралы аттестаттың бейіндік пәндері бойынша бағаларын көрсетесіздер. Білім туралы аттестаттың сканерленген нұсқасын қосымшамен қоса тіркеу қажет. Себебі, сіздер өздеріңіздің бағаларыңызды егерде қай мамандықты таңдайсыздар, шаштараз өнері сәндік косметиканы таңдайтын болсаңыздар, яғни сіздер тілді тапсырасыздар, сонымен бірге химия пәнін тапсырасыздар.
Химия ма? Химия пәнін тапсырасыздар. Сол кезде сіздер аттестатта қай мамандық, таңдаған мамандықтарыңызға байланысты сол аттестаттың бағасын тапсырылатын пәндердің бағасына сәйкестендіріп қоясыздар. Сосын нұсқасын, өздеріңіздің аттестаттарыңыз нұсқасын ілген кезде сіздер бағаларыңызды дұрыс көрсеттіңіздер ма, көрсетпедіңіздер ма, біз анықтап көруіміз керек. Сол кезде сіздерді біз қараймыз. Мысалы, тігін өндіріс және киімді үлгілеу мамандығы бойынша алгебра, химия тапсырылады. Алгебра пәнінің бағасы жазасыздар, химия пәнінің бағасын жазасыздар. 11-ден кейін алгебра мен химияда жазылады. Ал шашта сертификатының бағасы жазылады. Шаштараз өнері мамандығы бойынша химия пәнінің бағасын жазасыздар, информатика пәнінің бағасын жазасыздар. Қонақ үй шаруашылығына тапсыратын болсаңыздар құжаттарыңызда, яғни аттестаттағы география пәнінің бағасы менен шет тілінің пәнінің бағасын жазасыздар. Туризм мамандығы бойынша да география және шет тілі мамандығының бағалары жазылады. Сонымен бірге 11-ден кейінгі 3-ші пән орыс тілі, орыс мектебін бітірген болса орыс тілі, қазақ тілін бітірген болса қазақ тілінің бағасын міндетті түрде көрсетесіздер. Сонымен бірге есептеу бағдарламасы мамандығы бойынша алгебра пәнінің бағасын көрсетесіздер, информатика пәнінің бағасын көрсетесіздер. Сөйтіп, осылай өтімдеріңізді толтырасыздар. Астына өздеріңіздің қосымшаларыңызды, аттестаттарыңызды, құжаттарыңыздың бәрін сканерлеп тіркеп қоясыздар. Міне, уважаемые родители, уважаемые абитуриенты, мы принимаем, я как уже говорила, на государственной основе принимаем 275 человек в этом году. Вы можете заявку подать. Кто может заявку подать? Выпускники 9 или 11 классов текущего года или прошлых лет, желающие поступить в колледж на бесплатной основе. Абитуриенты, набравшие наиболее высокий проходной балл по основным и профильным предметам на основе оценок аттестата об образовании, могут претендовать на бесплатное обучение. Примечание. Когда вы подаете заявку на профессиональную диагностику, вы определяете свою профессиональную сторону. Как вы можете подать? Заявка подается через портал gz.bilimalmata.kz, на котором найдете инструкцию, информацию о колледжах и о желаемых профессиях. В заявке что нужно указать? Значит, данные заявителя – это ИИН обязательно, мобильный телефон, email, почта, фамилия, имя, отчество по удостоверению. Потом заявитель, значит, абитуриент может выбрать 4 колледжа и 4 профессии. Потом указываете оценки по профильным предметам аттестата об образовании. Также необходимо прикрепить отсканированный вариант аттестата об образовании с приложением. Вот. Если вы хотите подробно узнать о специальности, об экзаменах, как нужно сдавать, как правильно, как подавать заявки, если какая-то помощь, консультация нужна, пожалуйста, вы можете прийти в колледж. Уже с 20 июня наши педагоги, преподаватели дежурят, всех консультируют, которые интересуют приемная комиссия, направление дают, помогают, документы, как нужно сдавать, заявку, как нужно подавать можно. То есть ведем консультацию. Поэтому, пожалуйста, мы вот с 9 утра до 6 вечера работаем. Вы можете прийти, узнать о специальностях, об экзаменах, а также какие нужны сдавать документы и так далее. Как пройти профдиагностику и так далее. Вы можете на месте прийти в колледж и узнать. Наш колледж находится, вы прекрасно знаете, на Сатпаева, Баумана Сатпаева, 86, можно даже сказать, рядом с АДК. Вот. Можно даже по Абаеву на любом автобусе до Баумана можно до Турхутузала доехать и подняться до Сатпаева чуть-чуть там вот
примерно полквартала, полостановки, можете подняться. Так. Если есть, уважаемые родители, абитуриенты, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Если вам что-то непонятно, тогда вы можете зайти на сайт колледжа. На сайте колледжа полностью висит у нас, имеются все информации для поступления, для перевода и так далее. Вот этот вот алгоритм, который сейчас я продиктовала, это все висит у нас на сайте. Полностью можете ознакомиться на сайте, можете прийти на месте, мы можем объяснить. Еще раз могу сказать, что наши специальности, это у нас парикмахерское искусство и декоративная косметика, это первая специальность. Принимаем на базе 9 класса на русском и на казахском языках. После 11 класса только на платной основе. И специальность швейное производство, моделирование одежды. Квалификация модельер-конструктор и техник-технолог. Принимаем также на базе 9 класса модельер-конструктора, техник-технолог на базе 11 класса на бесплатной основе. Туризм по специальности, тоже язык обучения казахский, 25 человек принимаем после 9 класса. Организация обслуживания гостиничных хозяйств тоже на русском языке после 9 класса. С русским языком обучения принимаем 25 человек. И программное обеспечение 25 человек по 25 на русском и на казахском языках. Вот такие специальности. Наши дети, наши студенты учебную практику в основном по специальности швейное производство, моделирование одежды на базе колледжа. У нас имеются швейные мастерские 1000 квадратных метров. Имеется где-то около 200 швейных оборудований, спецмашин и так далее. Здесь на месте проходит учебную практику. На 3-м, на 4-м курсе уже они проходят практику на базе производства. Мы сотрудничаем такими предприятиями, как швейное предприятие Казвекпром Алматы, Семирамида, Казэспоэн, Ника фирма. Также сотрудничаем с ателье Аидой Кауменовой, Зоей компания, Иркинур. По организации обслуживания гостиничных хозяйств по специальности мы сотрудничаем с такими гостиницами, как Холидейн, Парк Отель Атакент, Ритц-Картон Алматы, Кажул, Роял Тулип, Казахстан, гостиница, Ривера, Континент Инвест Групп. Наши дети проходят и учебную практику, и производственную практику, и преддипломную практику. Также по специальности туризм мы сотрудничаем. По специальности туризм мы сотрудничаем с такими турфирмами, как Амазонка Тревел, Катон Карагай, Эко Голден Тур, Discover Казахстан, Биг Тревел, Тумар Транс, Наталья Турс Казахстан, Айналайн, Заман Тур, Жибек Жолленд, Амазонка Тревел, Доступ Тревел, Классик Тревел Плюс, Тревел Банк, Куб Телепорта. Вот с такими мы работаем, нашими большими компаниями. Наши выпускники и наши студенты проходят практику, трудоустраиваются после окончания колледжа по специальности швейное производство, парикмахерское искусство и декоративная косметика. Они проходят практику в театрах имени Абая, Казахфильм, в театре Мухтара Ауезова, в театре Натальи Сакс. Они могут работать и там гримерами и так далее, и парикмахерами, стилистами. Также проходят практику в салонах красоты нашего города. Хочу остановиться на материально-технической базе нашего колледжа. У нас имеется гостиничный номер, где они проходят и теоретическую часть, и практическую часть. Есть у нас ресурсный центр индустрии красоты. Это наша визитная карточка нашей специальности парикмахерское искусство. Как я уже говорила, 1000 квадратных метров, это у нас 4 швейных салона и 3 учебно-парикмахерских салона имеются.
Также у нас имеется по туризму лаборатория, где у нас есть для прохождения практики по специальности туризма все необходимые инвентарь. Это значит палатки, рюкзаки, компасы, значит полной комплектации. В нашем колледже у нас проводится еще, кроме обучения, мы организовываем кружки, секции. У нас есть театр мод в колледже. Ежегодно выступаем на всевозможных конкурсах. Наши ребята занимаются спортом. У нас по предмету физкультуры есть мастера спорта, кандидаты в мастера спорта по вольной борьбе. То есть они проводят в неделю 3 раза спортивные секции по волейболу, по баскетболу, а также по вольной борьбе. Наши ребята уже, которые показывают, уже участвуют на конкурсах, на соревнованиях, занимают призовые места. Вот. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Құрметті ата-аналар, құрметті балалар, біздің колледжге оқуға келіп түскеннен кейін ең алғашқы сессияға дейін сіздер стипендияларыңызды аласыздар. Егер де алғашқы сессияны, қысқы сессияны 3 деген бағаны алмай 4 пен 5-ке тапсыратын болсаңыздар, ары қарай стипендияларыңызды ала бересіздер. Колледжге оқуға келіп түскеннен кейін тек қана сабақпен ғана емес, кружоктарға, секцияларға барсаң, үйірмелерге барсаңыздар болады. Қыздарға сән театрымыз бар, би үйірмеміз бар, ер балдарға еркін күрестен секциямыз бар. Сосын қыз балаларымызға тағы да чирлидердің би үйірмесі бар. Яғни осымен айналысуымызға мүмкіндіктеріміз бар. Сондықтан біздің колледжде оқитын балаларға өндірістік практикада болсын, оқулық практикадан немесе кейін бітіріп шыққаннан кейін де біз балаларды жұмысқа орналастырып жатамыз. Бізге мына қаладағы үлкен тігін фабрикалары бізге ренжіп жатады, балаларды көбірек қабылдаңыздар, бізге жұмысшылар беріңіздер, бізге қол жетпей жатыр дейді. Сондықтан қазір өздеріңіз біліп отырсыздар жағдайды. Қазақстанда қазір жеңіл өнеркәсібі жақсы дамып келе жатыр. Сондықтан тігін кәсіпорындары да көтеріліп келе жатыр. Олар бізден қазір кадрлар сұрап жатыр. Бітірген кадрларды учебный практика болсын, өндірістік практика болсын, балаларыңызды бізге беріңіздер, бітіргеннен кейін ешқайда жібермеңіздер, бізге беріңіздер деп бізге келіп жатады кәсіпкерлер. Сондықтан жұмысқа тұрам деп, жұмысқа тұра алмай жатырмын дейтін болсаңыздар, сіздер колледж тарапынан біздер міндетті түрде сіздерді жұмысқа тұруға көмектесеміз. Осындай жаңалықтарымыз бар. Сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. 9-шы сыныптан кейін шаштараз өнері және сәндік косметика мамандығы бойынша қанша жыл оқиды? 9-шы сыныптан кейін шаштараз өнері және сәндік косметика бойынша егер де жұмысшы мамандығына келетін болсаңыз, онда 2 жыл 10 ай оқисыз. Ал егер орта буынға барам дейтін болсаңыз, онда 3 жыл 10 ай оқисыз. Орта буынды бітірген балалар 3 жыл 10 айдан кейін үлкен білім жоғары оқу орнына барған кезде 1-ші курстан емес, 2-ші курстан бастап оқып, 2, 3, 4, 3 жылдың ішінде жоғары оқу орынды бітіріп шығуға мүмкіндіктері болады. Тағы бір сұрақ, конкурс қалай өтеді? Конкурс жаңа атап өткендей, сіздер егер шаштараз өнері сәндік косметика бойынша, егер де сол мамандық бойынша түсетін болсаңыздар, алгебра пәнінің бағасын және химия пәнінің бағасын өтінімге берген кезде сол бағаларды қоясыздар, сол пәннің бағаларын. Сонымен бірге сіздердің куәлігіңіздегі, 9 бітірген куәлігіңіздегі барлық бағалардың санын есептейміз да, орта балын шығарып, кімнің балы жоғары, сол бала өтеді. Ол мына сіздердің порталға беріп отқандар, портал ол автоматты түрде есептейді. Оны колледж есептемейді, оны портал автоматты түрде есептеп, сіздердің оқуға түскен туралы, конкурстан өткен туралы хабарламаны өздері жібереді. Оны портал арқылы біліп отырасыздар.
Қазір сұрақ келді. Құрметті ата-аналар, мына оқуға келіп түсушілер, таңертеңнен кешке дейін телефонмен звондап жатасыздар. Сол телефонмен звондаған телефонмен бірге былай мына нақты сұраққа осындай біз тікелей эфирге шақырып отырмыз ата-аналарды, оқушыларды, 9-ды бітіп шыққан оқушыларды, 11-ді бітіріп келген түлектерімізді шақырып жатырмыз, айтып жатырмыз, мамандықтар туралы айтып жатырмыз, қалай тапсыру керек екенін, еш қиындығы жоқ. Бәрі де сіздер үшін жасалған өте керемет жағдай. Мектепте қалай оқып шықсаңыздар, жақсы бағамен шығатын болсаңыздар, яғни сіздерде кепілдік бар деген сөз оқуға түсіп кетулеріңізге. Қазір тағы бір сұрақ келіп түсті. Жазып алып жатырмыз, қазір соған жауап береміз сол сұраққа. После 11 класса на бесплатное обучение или на платное? После 11 класса у нас на бесплатной основе только одна специальность. Это швейное производство и моделирование одежды. Квалификация техник-технолог. Это поступаете, значит, на специалистов среднего звена. Срок обучения 2 года 10 месяцев. На базе 11 класса. Остальные специальности на базе 11 класса только на платной основе. Вступительные экзамены будут? Вступительных экзаменов не будет. Будут принимать информационный центр, где вы заявку оставляете, где вы свои оценки аттестата или же свидетельство об окончании 9 классов, вы отсканированный вариант вы вешаете, портал сам, информационный центр считает сам автоматически и по баллам выходит, по списку выходите, у кого выше балл, значит есть гарантия, что вы поступите в колледж. Это портал считает. Если хотите подробно узнать, мы можем посчитать, сколько у вас баллов и так далее, как бы дать хорошую консультацию. ЕГОВ арқылы тапсыруға бола ма құжаттарды? Әрине ЕГОВ арқылы тапсыруға болады. ЕГОВ арқылы қалай тапсыру керек екендігі сайттың ішінде бәрі көрсетілген. ЕГОВ арқылы тапсыратын. ЕГОВтан базаға автоматически түседі. ЕГОВқа бастап кірген кезде, мына мен айтып отқан, қалай заявканы, қалай өтінімді беру туралы базаға автоматты түрде түсесіздер. Содан кейін бар, бірден жаңағы кәсіби диагностиканы өтесіздер. Аттестаттарыңыздың бағасын бәрін көрсетесіздер, қандай пәннен қанша алғандарыңызды. Сосын бар скан варианттарыңызды ілесіздер. Жаңағы мен айтып кеткен иындарыңызды, ұялы телефондарыңызды, өздеріңіз таңдаған мамандықтарыңызды, таңдаған колледждеріңізді көрсетесіздер. Сол кезде сіздердің өздеріңіздің бағаларыңызды аттестаттағы немесе куәліктегі бағаларыңызды есептеп, өздері автоматты түрде шығарып береді сіздерге. Сұрақ түсінікті болса, түсінікті деп жазсаңыздар жақсы болар еді. Егер сұрақ түсініксіз болса, мен қайтадан келіп тоқталайын, құрметті ата-аналар. Еңбек бағдарламасына аттестат оригинал апару қажет пе? Әрине, тек қана оригинал документпен келесіздер. Колледжге келгенде, яғни оригинал түп нұсқасымен келесіздер. Себебі еңбек бағдарламасы бойынша, яғни жұмысшы мамандығына біздер тікелей колледжде қабылдағандықтан сіздер
барлық түп нұсқаларын әкелулеріңіз керексіздер. Яғни оригинал документтеріңізді осы жерге әкелесіздер, барлық құжаттарыңызды әкелесіздер. Осы жерде сіздердің документтеріңізді, құжаттарыңыздың бәрін қабылдап аламыз. Содан кейін барып, сіздерменен әңгімелесу болады. Яғни өз сұрақтарыңызды қоямыз. Содан кейін барып, біз сіздерді автоматты түрде қабылдап аламыз. Жатақхана беріледі ме? Ең алдымен жатақхана жағдайы жоқ, толық емес, көп семьялы баладан шыққан балаларға беріледі. Сосын жаңа біздер айттық қой, 25 бала жыл сайын қабылдап отырамыз құлағы нашар еститін балаларды. Яғни ең алдымен сол балаларды қамтамасыз етеміз, сосын қалған балаларға береміз. Жатақханада тәртібіміз өте қатал. Ішіндегі тәрбиешілер міндетті түрде таңертең сабаққа тұрғызып жібереді. Сабақтан келген балаларымызды қабылдап алады. Содан кейін балалардың егерде үйірмеге қатысатын болса, сол жерде оны да қадағалайды. Қайттан колледжге жіберіп отырады. Сосын кешке қарай далаға шығаруға мүлдем рұқсат жоқ. 9-10-нан кейін бала іште отыру керек. Егерде сенбі, жексенбі күні үйлеріне, туысқандарының үйіне баратын болса, міндетті түрде өтінім тастайды. Сол өтінімнің негізінде балаларға сыртқа шығуға рұқсат етеміз. Есть ли льготы для многодетных? Льготы для многодетных это когда будет конкурс, например, у вас там 4 балла, у троих 4 балла, мы в первую очередь пропускаем многодетных. Это когда уже будет конкурс. У нас еще для многодетных специально есть, мы принимаем 75 человек. 75 человек именно по программе продуктивной занятости. Именно туда, на это еңбек принимаем из многодетных семей и малообеспеченных. По продуктивной занятости у нас, несмотря на тройку, ребята будут до конца учебы получать стипендию и одноразовое горячее питание будут получать. Кәсіби диагностикадан өту ол қалай болады? Профессиональная диагностика. Кәсіби диагностика ол, жаңа біз айтып кеттік қой, рекомендацияның характер деп. Яғни бала, мысалы, біресе бір күн шаштараз болғысы келеді, бір күні киім құрастырушы болғысы келеді, немесе программист болғысы келеді, әлі өзіне анықтамаған болатын болса, яғни алдына берілген тесттің сұрақтарына өзі жауап береді. Сол жауап өзі шығарады баланың. Бала алдына келген сұраққа шын жауап береді ғой. Сондықтан сол сұрақтан туындайтын ол диагностика. Ол диагностиканы өткен кезде, мысалы, сіз шаштараз болуға, сізге шаштараз мамандығы тиімді деп сондай шешім қабылдап береді. Ол дұрыс мамандықты таңдап алу үшін керек нәрсе болып отыр. Тағы бір сұрақ, шаштараз бөлімінің оқу ақысы жылына қанша, және ол жыл сайын өзгереді ме? Шаштараз өнер және сәнді косметика мамандығы бойынша оқу ақысын сұрап жатырсыздар, бірақ ең алдымен мемлекеттік тапсырысты қабылдаймыз, және балалардың саны осы мамандық бойынша біз биылға 75 бала жоспарлап отырмыз. Сондықтан ең алдымен мемлекеттік тапсырыс бойынша түскендеріңіз дұрыс деп ойлаймын. Ал егер де мемлекеттік тапсырысқа өте алмай қалдым, немесе өткім келмейді, мен осы ақыл топқа барғым келеді дейтін болсаңыз, бағасы 200 000 теңге, бірақ ол оқу бітіріп кеткенше ол баға өзгермейді. Өйткені сіздердің ата-аналарыңыз келісімшартқа қол қояды. Егер де сұрақтарыңыз болмаса, осыменен аяқтасақ, мен ойлаймын, колледж туралы бірталай затты айттық деп. Сонымен бірге жаңа айтып өттім, біздің мұғалімдер кіреберісте колледждің ішінде дежурствода кезекшілікте отыр. Келген ата-аналарға, келген балаларға барлық мамандықтар туралы барлық информацияны беріп отырады, қалай тапсыру керек екенін құжаттарды. Сонымен бірге қай мамандықта оқығанда кім болып шығатыны, қай жерде жұмыс істейтін,
яғни толық барлық хабарламаларды беріп отыр, информациялардың бәрін беріп отыр. Сондықтан колледжге келем десеңіздер, келіңіздер. Сайтта да толық информация берілген. Сондықтан сіздердің осы қатысқан ата-аналарымызға, осы Инстаграм парақшасына кірген мына балаларымызға көп алғысым шексіз. Рахмет, сіздерге сұрақ қойғандарыңызға рахмет. Сіздерді біз күтеміз, келіңіздер. Жақсы колледж, өкінбейсіздер деп ойлаймын. Осы жерде бітіріп шыққан балаларымыз ризашылығын айтып жатады. Арасында бізді сағынып келіп тұрады. Сондықтан ойлаймын, жаман болмайды деп келіңіздер. Көп қош сау болыңыздар. Сіздерді біз күтеміз, келіңіздер колледжге. Сартбаева 86-ға.